Есімім Молдабеков Камзат Айдарович. Қарағанды мемлекеттік медицина университетін 2016 жылы бітіріп, Тараз қаласы қалалық аурухана номер 1 хирургия бөлімінің ординаторы болып жұмыс жасадым. Одан кейін ординатор болып жұмыс жасап, бір 3 жылдай еңбек еттім ол жерде. Одан кейін осы Атырау облысы Мақат ауданында жұмыс шығып тұрғаннан кейін осы ауданға ауысып келдім еңбек бабы бойынша. Осы Мақат ауданында Доссор селолық ауруханасында 4 жыл жұмыс жасадым. Қазіргі таңда осы ауруханада хирург болып жұмыс жасаймын. Өзіме ұнады, жас кезімнен халыққа қызмет еткім келді, емдегім келді. Науқастарға жас кезімнен осы мектеп жағынан врач болғым келді, әсіресе хирург маманы, хирург болғым келді. Операциялар ұнады. Сосын енді үйдегілер айту бойынша қаннан қорықпайтын едім, поэтому осы хирург болғанымда сол себепті болды. Енді үйде менің отбасымда ешқандай врач болған жоқ. Ең бірінші болып өзім врач болып тұрдым. Енді бұл Доссорда селолық ауруханасында енді хирургия бөлімі жоқ. Деуге болады, былай операция жасалынбайды, көбіне Мақатқа жасалынады. Мұнда хирургия кабинетінде жеңіл операциялар жасалынады. Мысалы айтқанда липома алу, атерома алу, сосын брошенный ноготь дегенде соларға операция жасалады. Ал сложный операциялардың бәрі Мақатқа жіберіледі көбінесе. Мақаттағы орталық ауруханада хирургия ең қиын операциялар ножевой болған. Сосын екінші бізде гинекологтар болмай кесарево жасағаным бар. Олда да операция жасадық. 1 сағаттай жасап шыққанымыз бар. Осы 4 жылдықта енді әртүрлі поликлиникада хирург болып жұмыс жасағаннан кейін әртүрлі науқастар келеді. Көбінесе аяғына ауыр эндопротезға жіберемін. Сосын Мақатқа операцияға жіберіп жатырмын. Мақатқа да операцияға барып операция жасап жүрмін. Көбіне грыжа, аппендицит, холецитке операция жасап жүрміз. Бейімделу аздап қиынырақ болды. Ана жақта енді ауа сәл құрғақтау, жел, топырақ дейді. Енді Таразда мүлде басқаша, енді өздеріңіз білетін шығарсыздар. Ол жақта жап-жасыл, ауа райы дегенде қатты емес. Жұмыс жасап отырмыз, жұмыс үйреніп кеттік қазір енді. Әлде болашақта да әлі осы жақта жүреміз деп ойымда бар. Ұжым енді жақсы деуге болады. Айналдырған врачтардың бәрі бізде жақсы, керемет. Көздеріңіз көріп отырғандай бәрі жастар деуге болады, көбісі жастар. Бастығым тоже жастау кіші, Татьяна Турлановна педиатр. Енді екеуміз тығыз қарым-қатынаста енді жұмыс жасаймыз. Болашақта білімді арттыруға травматолог болғым келеді. Болашақта енді осы жақта жұмыс жасап, сол резидентураға травматологияға түсіп, ары қарай орталық ауруханаларда жұмыс жасама деген ойым бар негізі. Енді врачтарда өмір бойы оқып шыққанда бәрі оқу керек болады. Сол сияқты оқуымызды жалғастыруға ниеттеміз, жалғастырғымыз да келеді. Енді халық айтарым, денсаулығы күтіну керек. Денсаулық бар жерде бәрі болады, жұмыста болады, табыста болады. Халықтан айту бар ғой, сенімен таныс болғам жақсы, бірақ алдына жолықпай қойдың дейді. Енді не үшін екен, ауырып келгісі ешқайсының бәрісінің денсаулығы керемет болып жүргенін қалайды. Некен барлықтарына денсаулық тілеймін.